Армысыз ағайын. Өздеріңізге мәлімде болар, Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына Қазтрансойл ұлттық компаниясы бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы патриоттық тақырыптағы дүниелерге бәйге жариялаған болатын. Біздің бүгінгі әңгімемізде елдік пен ерлік туралы патриоттық тәрбие жөнінде өрбімек. Студиямыздың қонағы аты аңызға айналған партизан, халық қаһарманы, кешегі даңқты бабаларымыз Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбектердің лайықты ізбасары, Ұлы Отан соғысының қаһармандары Бауыржан, Рақымжан, Төлеген Мәліктердің көзі Қасым Қайсенов. Қасым аға, бүгін студиямызға келіп, тағы бір ерлік жасап отырсыз. Егер шаршадым, шалдықтым десеңіз де, біз сізге ештеңе дей алмас едік. Ал енді өрімдей кезіңізде қанды қырғынның ортасына түскен екенсіз. Сол 39 жылы барлаушылар отрядына алынған кезде не ойладыңыз? Ол кезде мен еш нәрсе ойнағам жоқ болатынмын, бірақ бәрімізді жинап жатқан кезде ойладым, фин соғысын апарады екен деп. Соның бәрімізді шалонға салып, алып кеткен кезде Москва қаласында мен солардан бөлініп қалдым. Бөлініп қалып барған жерім барлаушылар училищесі болып шықты. Сол училищада 3,5 жыл оқыдым. 3,5 жыл оқып, енді ол училищені бітірген кезде, жақындап қалған кезде соғыс басталып кетті. Соғыс басталып кеткеннен кейін біздің өкіметіміз соғысқа барлық жастардың бәрі аттанып жатыр ғой. Енді училищені бітіргеннен кейін біз барлаушыларымыз, біз соған дәл мүмкін әрдейі бір күні бұрын ойланған училище ма, олар арасын мен айта алмаймын. Сразу бізді топтастырып, өзіміз көп адам емес едік, 30 шақты ғана адам болатынбыз. Соны әрбір майдан штабына бөлді дағы, мені оңтүстік батыс майданына штабына жіберді. Әр майдан штабына бір адам, 2 адамнан келдік. Соныменен штабқа барғаннан кейін барсақ, штабтың қасында курс бар екен, дайындап жатқан адамдары бар екен. Біреуді тілмәштікке, біреуді радист, біреуді айтайық мергендікке, біреуді басқаға сосқылды. Соғыста қандай мамандық керек, сол мамандыққа дайындап жатқан адамдар бар екен. Сосын арнайы мектепте 3,5 жыл оққанын біздерді командир қып тағайындаттағы жау тылына жөнелтпекші болды. Небәрі 10 адам, 15 адамнан әр топ. Сонымен бір 10 шақты адамды басқарып, ол кезде командир диверсионный группа деп атайды. Сонымен мен жау тылына бірінші рет 41 жылдың 19 ноябрь күні Украинаның жау жайлаған жері Днепрдің оң жағы, анау Мироновка, Боғаслап деген аудандарында үлкен орман бар. Сол орманға парашютпен түстім. Жақсы, ол жау тылындағы әңгімені тағы өрбіте жатармыз. Қасым аға, бүгінгі әңгімеміз мына патриоттық тәрбие жөнінде ғой. Осыдан 10 жыл бұрын енді Совет үкіметі ыдыраған тұста мына армияның моральдық жағынан бір құлдырауға түскенін де көрдік. Әскерден жастардың қашқанын да естіп білдік. Совет кезінде ме? Иә, соның қарайтын кезінде. Ал енді одан кейін қазір мынау орнына түсіп, тәрбие беру, патриоттық, елін қорғау деген мәселе көтеріліп жатыр ғой. Қазір енді Америкадағы болып жатқан оқиғалар, қазіргі Америка ауған соғысына да өз көзқарасыңызды білдірдіңіз. Біз бейбітшіл елміз, бірақ жастар әрқашан осы бейбітшілікті қорғауға дайын тұру керек қой. Менің кішкене настроением бұзылуға айналды. Өткенді жамандамасақ біз өмір сүре алмаймыз ба? Жоқ, өткенді жамандап отырған жоқпыз. Совет үкіметінің Қызыл армияның кезінде не деп отырсың? Жоқ, ол кезде Қызыл армияның кезінде Совет армиясында тәртіп бұзыла бастады деп отырсың.
Қызыл армияда тәртіп бұзылған емес. Ол кезде Сталин басқарған ал көздерін күнде ұрсатын, Сталин жүрген жерде темір тәртіп бар, армияда темір тәртіп бар болатын. Ол кезде армиядан қашу деген, пысу деген жоқ. Ұрлық қарлық армияда жоқ. Бірін-бір ұру, соғу, өлтіру деген жоқ. О жағын айтпаңдар маған. Онда мен бұзылып қалам. Онынша қазіргі жағдайыңды айт. Қазірде оның бәрі бар. Бәрі бар. Мысалы, Не себептен деп ойлайсыз қазір соның болуы? ол ең басты себебі тәртіп жоқ. Біз Совет үкіметін жамандаймыз деп, оның басшысы Сталинді жамандаймыз деп, біз тәртіпті босатып жібердік. Халықта бүкіл, мысалы, тәртіптен босатып, ауласынан босатып қоя бердік. Соның арқасында қазір дүниедегі бүліншіліктің барлығы сонан болып жатыр. Армияда да солай болып жатыр. Армияны осында алғашқы рет құрды ғой. Мен осында жүрген адаммын. Армияның алғашқы құрғанның өзінде осы тәртіпсіздік бар болатын. О кезде министр Нұрмағамбетов Сағадат болатын. Сонан бері қарай мінекей әлі күнге дейін сол тәртіпсіздік, тол бұзақылық. Армиядан қашу деген, армияға бармайым деп қашу деген солдат офицерлердің қатарында да болды. Армияның қару жарағын ұрлау деген сол кезде бар болатын, әлі сол жалғасып келе жатыр. Шындықты айту керек, әр кезде шындықты айту керек. Сонда дұрыс болады, сонда халықты алдамаймыз, сонда біздің тарихымыздың шындығын айта аламыз, соны жаза аламыз, соны халыққа жеткізе аламыз. Мен осыны айтар едім. Ал бұның барлығы тек тәртіп. Мысалы, тәртіп болмаса, мемлекеттің өзі болмайды. Қазір тәртіп жоқ еді, біздің мемлекеттеріміз не болды? Біздің тек қана осы Құдайға мен күндіз түні рахмет айтып жатырмын осындай тағдырға. Біздің республикадан басқа республиканың барлығында қан төгіс болып, соғыс болып, қарғын болып жатқан өздерін көріп отырсыңдар ғой. Бізде жоқ әйтеуір. Ал бізде осындай тыныштық болуын мен екі түрлі себеппен айтар едім. Біздің бірінші рахмет айтатынымыз қазақ халқы. Кең пейіл, қонақ жайлы, сондай халықтың осы қасиеті біздің көп ұлтты мемлекетімізде осыған бастаушы себепкер болып отыр жақсы тыныштық өмір сүруге. Екінші себебіміз өз халқының осы жақсы қасиетін пайдалана білген президентіміз, елбасымызға рахмет айтуымыз керек. Міне осы екі себептен бізде тыныштық, қантөгіс жоқ деп ойлаймын. Ал енді, мысалы, қазірдағы біздің елде тәртіп бар деп мен айта алмаймын. Жақсы аға, біз қазір мына тікелей эфирде отырмыз ғой. Сондықтан бізге мына қалааралық телефонмен бір балаңыз сұрақ қоям дейді екен. Тыңдаймыз ба? Тыңдап тұрмыз, қадірлі көрермен. Алло. Айта беріңіз тезірек. Алло, Қасым аға, ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Біз телевизордан көргенімізге өте қуанып отырмыз сізді. Сұрақты тезірек. Қысқаша сұрағым былай, мынау кезінде Бауыржан атамыз